Әке айтады, әйелімде 4 қыз туды дейді. 5-шісін қарасақ, бұл да қыз екен дейді. Содан енді қой бұны аборт қылып алдырып тастайын деп алдырып, келісіп, қыз бала үште 5 ай сұраққа жеткіздік дейді. Неге? Өйткені бала 3 айында көрінбеді дейді ұл екені. Қыз екенінде көрінбеді, өзі анық айтамады дейді. Енді 5 айға келгенде анық көрінді қыз екені дейді. Содан кейін алдырып деп келістім. Қызды аяқ қолын гинеколог жасап, чауып, кесіп, аборт қылып алды. Содан кейін бітеп қарасақ, шешесі айтады, қарасам, ұл екен дейді, ұл екен. Мен қыз деп көрсеткен нәрсе ұл болып шықты дейді. Өліп қалып, аяқ қолын жұлып алып тастағаннан кейін көрдік дейді. Сол сен өлтірген қыз қияметте сенің қолыңды ұстап, я Раббым Алла, мынау менің әкем, шешем жәннетке кірмесе, мен кірмеймін деп жылайтын сол қыз болады. Сол қыз болады сіз. Сіз соны менсінбегесіз, сіз соны қуғасыз. Не сізден жақсылық көремеді әкеден? Қыз деп түртпектерін. Не шешесінен жақсылық көремеді? Күйеуге тиді, күйеуден жарымады. Сөйтіп Аллахтың алдына кеткен кезде, Алланың алдында, я Раббым Алла, мен не күйеуден қызық көрмедім, не әке-шешемнен қызық көрмедім. Енді әкемнің сауабы жетпей жатыр жәннетке кіруге. Осыны алып кіруге маған мұрсат берші деп жалынып тұрып қолыңнан жәннетке сөйлеп баратын осы қызыңыз болады сіздің. Валлахи биллахи осы қыз болады. Сондықтан, құрметті ағайындар, әйелдеріңіз қыз босанса қуана беріңіздер. Алхамдулилля, тек қана бір қой сой айтты деп, пайғамбарымыз айтты, бір қой сойсын деп айтты деп, бір қойды ғана соймаңыз. Шамаң жетсе 2 қой сойып бер, соған ұлға татитын қыз болады. Кешегі Мөңкеби атамыздың айтқан сөзінде, ұзақ сөз мен қысқартып айтып берейін, әкеден жақсы қыз туса, әке жолын көп қуса, қыз болса да ұлға тең, әкеден жаман қыз туса, жамандықты көп қуса, есіктегі күңмен тең деген. Сондықтан, сол біздің балаларымыз, ол ұлдан болама, қыздан болама сенің тұқымың тарайды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның ұлы болмады, ұлдары шеттеп кете берді. Неден болды ол нәрсе? Өйткені пайғамбарымыз хатаман нәби, ең соңғы пайғамбар еді. Ең соңғы пайғамбар болса, пайғамбардың баласы да пайғамбар болу керек. Сол үшін ол пайғамбар болып кетпеу үшінің сыры да сода болды. Сыры да сода болды. Өйткені пайғамбардың баласы пайғамбар болады ғой. Солай болмас үшін Алла Құранда аятпенен мен саған әкелік қылмадым деген сол болды. Бірақ қыз тарапынан тұқым тарады. Барлықтарыңыз Құранда білетін, жаттап оқып жүрген Құранның ең қысқа сүресі болған Кәусар деген сүре бар. Сол Кәусар сүресінде әбтар деген сөз келеді. Әбтар деген арабтарда адамдарды унижать ететін, төмен аяққа масқаралайтын боғауыз сөздердің бірі еді. Ол боқ сөз сенің тұқымың жоқ деген сөз болады. Әбтар деген тұқымы кесілген, не баласы жоқ деген сөз. Қызды олар адам орнына санамаған. Сөйтіп, пайғамбарымызға келіп, кәпірлер Абу Жахил байлары келіп, сені әбтарсың, сенің тұқымың жоқ деген кезде пайғамбарымыздың өзі жүрегіне қадалып тас болып қалды сөз. Өйткені расында солай еді. Бірақ Аллахқа иман үміті зор еді пайғамбарымыздың. Үйге келгенде Жабраил алейхиссалам қасына келіп, Бисмиллахир-рахманир-рахим, инна а'тайнакал каусар. Ей Мұхаммад, Аллах Таала саған жәннаттағы Кәусар көлді берді. Кәусарды берді. Фасалли ли раббика ванхар. Сол үшін құрбан чал, құрбан айт намазын оқы. Инна шани'ака хувал абтар. Сені әбтар, тұқымсызсың дегендердің тұқымы құриды, сен тұқымың жайылады деген. Бәріміз пайғамбарымыздың тұқымымыз, пайғамбарымыздың үмметіміз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан қияметтің күнінде сол пайғамбарымыздың үмметі екеніміз мақтаныш болады. Ал енді пайғамбарға сен тұқымсызсыз дегендердің тұқымы құрып қалды. Сондықтан жақсылықты сіз ұлдан көресіз бе, қыздан көресіз бе, оны Аллах көрсетеді. Айттық, тозақ отына қалқан болады сенің. Әйелдің сондай дәрежесі еркектен жоғары. Жаттап алыңыздар. Бағана айттым, жәннетке сені сүйрейтін болады. Әйел ертең күйеуге шыққанда, күйеуінің зинаға бармауына не болады? Тосқауыл болады. Екі пайдасы болды. Үшінші